Сәлем, сіздермен Ерко. Бүгін біз қазір Майнкрафттың мына жаңа мерді ашқанбыз, сол жаңа мерді ойнайтын боламыз, достар. Кеттік ал, және де осы жерде біз қала соғамыз. Иә, достар, осы жерде қала соғамыз. Және де достар, менің скинім неге Стив деп тұрсыздар. Неге өйткені менде не болып қалды? Бір нәрсенің кесірінен не істеп қалды, осы Стивтің скиніне айналып кетті. Солай, ал енді видеомызды бастаймыз. Кеттік. Так, достар, ал енді видеомызды бастайық. Мына жақта, гараж, мына жақтағы нәрсесін бұзу керек қой. Айтпақшы, камераны қосып алдық. Осындай кеттік. Қарап отқаныңызда көрдіңіздер ме? Қасында. Алдай кеттік. Мына камераны өшіріп қойып. Так, достар, мен осы бөлмеде қарап отқаныңызда мынандай жасағам. Бірақтан бұл сундықтардың ішінде ештеңе жоқ. Мынаның ішінде ештеңе жоқ. Мына жақта ештеңе жоқ. Иә, енді өзім солай жасағам. Мына жақта подвал, мынау, иә, достар, осындай подвал. Ал мынау жоғарыға шығатын болсақ, міне, бұл жерге шығамыз, мына жаққа көтерілсек болды. Мына жақта бізде жататын, ұйықтайтын төсектер тұрады алдымызда. Және де мына жақта көріп отқаныңызда чай ішетін жақ, осы чай ішетін жақ. Иә. Ал енді келесі жағымыз әрине гараж. Сіздерге көрсетейін гаражда не істегенімді. Бұл жақта, гаражда машина соқтым, және де жоғарда анандай бір факелдерді қойып қойдым, яғни білмеймін, ұмыт қалдым. Қандай еді міне? Мына фонари деген нәрсені так, осындай қарап отқаныңызда мынандай көріп отқаныңызда, мынау терезесі машинамен айдайтын. Айтпақшы, мына жақта точкаларды ұмыт кетпеймін ғой, барлығында. Міне, мына жақта машина айдайсың. Ол үшін мен, осыған 2 сағатым келтірдім мынаны. Осыны жасау үшін, достар. Сіздер үшін тырысып жатырмын. Өтініш, лайк пен подписка басып кетіңіздерші, өтінішші. Не баспай жатсыздар, Давай басып жіберіңдерші. Бір болмаса. Егер басып кеткен адам, ол ондаша не болады? Батыр жігіт болады. Ал егер де қыздарға айтатын болсақ, сұлу қыздар деп айтуға да болады. Солай, мына жақта, так, былай етіп шығамыз. Одан басқа іс айналысатын заттар да жоқ менде қазір. Мына жақта енді менің айтуым бойынша, тоқта, мына жақта нені ала салайықшы. Так, бүгін не жасайтынымды өзім де түсінбей жатырмын. Так, менің ойымша, осы жақта көріп отқаныңыздай міне осылай жасағам жоғарда. Және де терезелерін қарасаңыздар, бұлай ашып жабасыздар. Күшті емес пе? Маған осылай ұнайды. Не үшін екен өзім де білмеймін. Алдай кеттік, мына тауықты өлтіріп салайық. Так, кеттік. Опа, мына жаққа түсеміз. Және де астында мынау не тұр? Содан кейін бір затты көрсетпекшімін, достар. Сіздер маған бір ой келді. Сіздерге бір күшті лайфхакты көрсететін болам. Осы жерде қазір көресіздер. Ол үшін сіздерге мынандай қажет. И содан кейін сіздерге астында тұрда, міне осы жерде мынаны аласыздар,
чипи ма сондай, короче. Осыны аласыздар және де жетілдің жұмыртқасын аласыздар. Мынандай жұмыртқаны аласыздар. И және де лава аласыздар, лава. Қайда лава? Лава десінде. Енді осылай жазған кезде, осылай алған кезде, қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ой. Так, осылай есіп шығасыздар. Тоқташ. Осылай ма? Әлде осылай ма? Тұмыт қалдым, доса мұна. Тоқта, мұна яқта. Бұлай етесіздер. И және де бам етесіздер. И және де бюм деп қоясыздар. Ортасына дәл бұлай. И мұна яқта бұлай қоясыздар. Кішкене болмаса мұна яқта үлкейтіп жүрекші. Так, мұна қанша? 5 блок. 6 блоктан қойсақ, дұрыс болатын сияқты. И және де мұняға лаваларды құя берейік. Так. Осылай етіп шығасыздар барлығы жақтың бәрі. Осылай бәп деп етіп қойасыздар. Көріп отқаныңыздар міне осылай. И және де бізге бұлай мынаяқтан комментарий чатты басасыздар, содан кейін қараңыздар. Гайд апы қараңыздар. Плакс деп жазасыздар. Плакс емес, жоқ. Плакс емес қалай еді? Бар иерахан. Осылай. Не, осы барьерді аласыздар да. Так, осы барьерді алған кезде осы жерге мына жетілді. Кечер. Ай. Мен қайтеліз кеттім. Міне. Осылай, достар, міне енді бізге не қажет? Не қажет дейсіздер ме? Енді бізге сіздерде тоқта, достар, бір нәрсе іздеп жатырмын. Тоқтаңыздаршы, достар, бір нәрсе бар еді ғой. Ат қоятын нәрсе қайда? Тоқта, міне көрдім, бирка деп жазған кезде бұлай жазасыздар, қараңыздар. Асыға түсесіздер. И асыға мен тоқта, мен өзім бұлай асына деп жазып жатырмын ғой. Дайнер бөн деп жазасыздар. И содан кейін сіздерде дайын болады. Осыны енді қараңыздар. Бұл содан кейін адам деген ол төңкерілінеді, газ көресіздер. Міне болды. Көріп атқаныздай дайнер бөн деп жазсам, осылай жатады. Қараңыздар. Еще қарасаңыздар, мынау реалисті жинеге ұқсайды, және де мұна қойға қоятын болса, қараңыздар. Ол бұлай жүреді. Керісінше болып. Еще тұяқтары қарасаңыздар, тұяқтары не болып кеткен? Тұяқтары осылай бола ма? Еще жүргені бұлай бүтірлеген. Короче. Мынау шошқаны көрейік. Шошқаның табаны сасып кеткен мұны. Бірақтан жүргені так көрсетші. Жүрсе. Дәл қойы құсап жүреді екен. Ал тауықтарды білмейді.
Газ. Тукта, имя кайда? А міне берсе. Ал тауықтардың табандары фу сасып кеткен ол кечәрі. Сен де жүрмеші. Анау қойды алып өлтіріп басақ, ол бізге қажет емес та. Осындай тәсілдерді үйренгіңіз келсе, оңаша менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сразу лайк пен подписканы басып кетіңіздер. Және де достар, мен осымен видеоны аяқтай берейін, өйткені мен әзірше 10 минут болды. Мен сіздерге қалай жасау керек екенін үйреттім. Мұны қалай жатқанын көріп отқаныңыздай көрдіңіздер ме? Мұны қалай жатуға көрдіңіздер ме? Ал енді видеоны тоқтатам. Сау, саламат болыңыздар. Чеки болды достар.